Екінші сынып қазақ тілі 94-ші сабақ. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажырата аламын. Бала, балалар, асық, асықтар. Суреттің астындағы сөздерді салыстырып, содан өзің қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Бала деген жекеше, балалар көпше. Асық деген бір асыққа айтылады, асықтар көпше. Зат есімнің жекеше, көпше түрі болады. Кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Мысалы, әке, үй, құс. Кімдер, нелер сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Мысалы, әкелер, үйлер, құстар. 42-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қарға, қарға, қарғалар. Қар үстінде жорғалар. Екі шоқып бір қарар деп жолымды оңғарар. Зат есімнің жекеше, көпше түрлерін тап. Жекеше: қарға, қар. Көпше: қарғалар. 43-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Шүрегей сүңгігіш пе? Сүңгуір сүңгігіш пе? Шүрегей сүңгуір сөздерінің көпше түрін айт. Шүрегейлер, сүңгуірлер. Шығармашылық үзіліс. 44-ші жаттығу. Жасырынған құс атауларын тап. Оларды жекеше, көпше түрде жаз. Тоқылдақ, тоқылдақтар. Торғай, торғайлар. Шымшық, шымшықтар. Қарға, қарғалар.